Сүлеймен пайғамбардың кім екендігін білесіздер, дүние мүлікпен патша әрі пайғамбар болған пайғамбар. Патша әрі пайғамбарлық берілген, патшалық пен пайғамбарлық қатар берілген пайғамбар. Біреу ғана. Білесіздер, Алла тағала не берген оған? Нәміл сүресінде айтады, құмырсқаның тілін түсінетін болған. Сүлейменге Алла желді қызметіне берген, жел таситын болған оған, жел. Тәфсірші ғалымдарымыз айтады, сен қанша керемет болсаң да, әкім болсаң да, министр болсаң, дүниені билесең де, сен Сүлейменнен артық емессің. Сүлеймен артық болмасаң, өзіңнің жолыңды біл, Аллаға құл бола біл. Сондықтан мына нәрсені айта алмайсыз. Мен әкім болған едім, қолым тимеді. Жоқ, Сүлеймен дүниені билеген, қол тиді. Құл болу керексің, себебі сенің міндетің құл болу. Алла айтады, мен адамзатпен жынды өзіме құлшылық ету үшін жараттым. Ешкім ешқандай сылтау айта алмайды, себебі ешкім Сүлейменге жете алмайды.